Мұқағали Мақатаев дәрігерме. Керегі жоқ бәріне. Иненің де керегі жоқ бәріне. Кетсем егер пленканың үзілген бір әнмен, қалсам егер қара жердің жалғыз сүйер әнмен. Дәрігерім, рахмет, мен әзірге өлмеймін. Кешіре гөр, жүрегімді пышағына бермеймін. Әуре болмай босат мені, енді алдына келмеймін. Керегі жоқ, пышақтауға көнбеймін. Қорықпаймын, пышақтан да қорықпаймын инеден. Ине түгіл бұл жүректің айзадағы түйреген. Құпиямды көресің ғой, мен сондықтан именем. Кешір мені, кетем ертең екемен. Бауыр ісіп бас айналып, бойдағанын тасыған. Бәріне өзім кінәлімін, оны несін жасырам. Көп нәрсеге қуанам да, көп нәрсеге ашынам. Ғылымға да өзіне де рахмет басырам. Уақытым барады өтіп, мен бір жаққа қасырам. Мұқағали Мақатаев, арыз жазып кетейін. Бүгін менің туған күнім өй бәләй, мұн адамдар неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім, өзіме ақ таңертең бір жарып қояқ қойған-ай. Мұна дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей. Құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атын үндемей. Мұна жұртқа жақпадым ба әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлдемен. Халқым сенің қасиетіңді білем деп, босқа өмір өтті менің әуремен. Тойланбасын нетейін, сый көрмей ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін. Ильяс Шансуев 1994 жылы 14 мамырда Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Анасы ерте айырған. Әке қорғында өскен. Әкесі хат жазушы болып жұмыс істеген. Батырлар жыры, аңыз әңгімелер ертегілер көп білген. Өз озанын өнер дамыған. Ильяс Шансуев мұқағали атты поэмасын сіздерге насихаттаймын. Ильяс Жансүгіров, ақын, жазушы, драматург, аудармашы, 1994 жылы туылған, 1937 жылы дүниеден өткен, яғни қайтыс болған, 1927 жылы Беташар атты тұңғыш кітабы жарық көрді. Сағына күй, күйші, құлагер, тағы басқа кітаптары шыққан. Пушкиннің, Лермонтовтың, Некрасовтың, Горкийдің туындыларын тіліне аударған аудармашы.